Мен көбінесе сол ойнаған кезде сол өзім аккуратно, иә. Ол балаларда ол қатты етпейді да, кірмейді да, мысалшы. Байқау ойнайды да, иә. Конечно, байқау. Сындырмай деген сияқты. Иә, UFC бойспен по-другому қалай ойнайсың? Таскать етемін былай айтқанда. Настрой жақсы болды өте. Беканың өзі жаңағыдай несі бар ғой, өзінің мінезі бар. Қарапайымдылығы, мінезі, қасқыр мінезі ғой. Профессионал жаңағы өзімнің Дәнеш ағай ғой, тренер ғой. Бастапқыда мен неге барып жүрген кезде, Дагестанға, Таиландқа барып жүрген кезде өзім жаңағы ауылымдағы балалар сөйтіп ет беретін, жинап беріп, сен осындай сборға бар деп ше. Тартас, типа андай спарринг сияқты тез өтіп кетеді. 15 минут сіретіп алады. Онда хат сезілмейді былай. Содан кейін бойларда қарасаң сразу бум бітіп жарады олар ше. Бері қар, бұл сап-сары подкаст. Бәріне сәлем. Көрердің алдында тіркеліңіздер, лайк басыңыз. Бізде бүгін UFC жауынгері, қонақта Азат Мақсұм. Қош келдің. Ассалаумағалейкум, өте қуаныштымын көргендеріме. Рахмет. Азат, жалпы қалың қалай? Жақсы, шүкір, аман есен жүріп жатыр. Соңғы бойдан кейін қазір не істеп жатсың? Соңғы бойдан кейін қазір өзімізде интенсивный тренировка, жаңағы өзіміздің минус дейді ғой. Сондай кішкене слабый жерлеріміз көтеріп жатырық. Основном темірмен істеп жатырық. Физика ма? Физика істеп жатырық. Не ғой? Кроссфит сияқты. Бойцовский. Онда қат қалу емес, качоктар сияқты. Бойцовский. Вообще негізі Чарльз Джонсонның бойдың алдында саған сенде температура деген ақпарат болған. Иә. Шын ба ол? Иә, тұмаулатып қалғам. Мен осы Алматыдан барған кезде осы тұмаулатып қалдым да кішкене. Сияқты кішкене немен, дәрімен, жаңағы нелермен, антибиотиктермен кішкенеше қабылдап, бір апта қалған кезде кішкене нормально болды более-менее. Мүмкін сол жақтан біз кішкене бас тартамыз ба деп ойлағанбыз егер. Басылмаған кезде. Бірақ кішкене нормально болды да, бір 5-6 күннен кейін, 7 күннен кішкене өз-өзімен келе бастадым, содан ары қарай жалғастыра бердік. Осы жағдай сен результат дейді ғой, результатына әсер етті ма? Результатыма білмедім оны, бірақ өзіңді бойда қалай сезіндің? Еркін сезіндің ба? Ол тұмау сенің мысалы движенияларға или выносливостьқа әсер етті ма, жоқ па? Жоқ, ол қатты әсер етті деп ойламаймын. Бірақ кішкене бар сияқты. Акклиматизация деген кішкене сияқты. Кішкене әсер етті. Кішкене әсер еткен сияқты. Ерте ғой. Сен примерно бойға неше күн қалғанда Америкаға келдің? Бойға бір 2 апта қалған кезде ровно. Осы жеңіліс бар ғой, сенде бірінші рет қой. Сен карьераңда осыған дейін жеңілген жоқсың. Сенде қандай сезімдер болды бойдан кейін? Мүмкін ноликтің жүгі кетті сенде. Мүмкін наоборот сен нельзя говорить қуандың да, бірақ өзіңді еркін сезіндің, что нолик кетті деп. Иә, әрине қиын. Ол жаңағы 17-0 деп жүруше. Оны әрине ешкім жеңілгісі келмейді ғой. Сол мен де жеңілгім келген жоқ негізі. Бірақ саланың қауымен осындай поражение алып тұрық. Енді әрине кішкене бұл басқаша теді, бірақ келесіде ондай қатты нагрузка болмайды деп ойлаймын. Өйткені андай ше, без поражений деп айтады ғой, без поражений келе жатыр деп кішкене. Ондай груз болмайды, да? Иә, груз болмайды деп ойлаймын, кішкене давка болатын, кішкене еркін сезінетін боламыз келесіде. Сезімдер туралы айтсаң, қандай сезімдер болды бойдан кейін? Бойдан кейін сол настроение жоқ, бойдан кейін бір анан тоже весогонкада кішкене қиындау болды. Восстановление тоже бәрі сол кішкене ойнап кетті деп ойлаймын. Сол бойдан кейін сол кішкене көңіл күйім болмады, шынды айтсам. Вообще шыққым келмеді неге, сетке. Одан кейін ақырындап жақындап. Примерно өз-өзіңе қанша уақыттан кейін келдің? Өзіме ма? Аха. Бір тәуліктен кейін шығар.
неше? бір тәуліктен кейін шығар. Бір тәулік. Түсінікті. Сосын бойдан кейін не істедіңдер Америкада? Бойдан кейін сразу киімдерімізді жинадық та мотельден неге бардық, басқа қалаға бардық, Лос-Анджелесқа. Сол Лос-Анджелестан жаңағы Мадияр Әшекей деген ағамыз күтіп алды өзінің үйіне қонақ ретінде. Маған шапан жауып келген кезде батыр еңсең түсіме деп бір қуанып қалдық. Сөйтіп өзіне қонақжай, өзіне қонақ ретінде поддержка беріп, қонақ жайын көрсетіп, сол кісіде болып, сосын ары қарай бір күннен кейін елге ұшып кеттік. Күшті. Бізде қонақта Жасұлан Әкімжан болған кезде соңғы Понет пен бойдан кейін, жеңілістен кейін кейбір адамдар неше түрлі нәрсе жазған. Инстаграмда, желілерде. Сенде осындай, осы жеңілістен кейін хейтерлер пайда болды ма? Хейтерлер ма? Бар. Обязательно. Любой спортта бар деп ойлаймын. Маған да зат бұрын ондай көп мән бермейтін ғой. Бірақ осы неден кейін мән бере бастадым, хейтерлер. Бір жағынан тоже еңсеңді сүргің келмейді олардың нетінен ше, сөздерінен. Тоже бірақ оларда да тоже андай психологический кішкене давка олардың да нелері ше, сөздерде, бірақ көп мән бергің келмейді. Блоктап тастайсың ба? Жоқ, блоктап тастамаймын. Ашық тұра береді. Арасында там бір комментарий, екі комментарий болады ғой, бір негативтар ше. Солар ғой. Бірақ мән бермейсің, осы жеңілістен кейін ол мен примерно түсініп тұрмын да. До поражения не деп жазатын? До поражения. Отылмай тұрып. Отылмай тұрып. Білмеймін, соғалға деп. Қолдайтын ғой көбісі. Короче, бойға дейін қолдайды, жеңіліске дейін. Жерге салады ғой көбісі. Примерно хейтерлерге қазір бірдеме айтатын бар ма сенде? Жоқ, ештеңе айтпаймын. Айтса бетке келіп айтсын деп хейтерлер. Комментарияның артынан сөйлемей, чисто келіп бетімізге айтса, достойно отырса кез. Сенің менеджерің жекпе-жектен кейін басты себеп ретінде кәсіпқой спортшының режимі бұзылды деп айтты. Ол не айтқысы келіп осы сөзбен? Жаңағы неге ма? Былай көп жүріп қалды деген сияқты. Тойға барды деп айтты, режим ұстаған жоқ, тренировкасы бір сондай мән берген жоқ тренировкаға екінші бойға дейін. Жоқ, негізі режим ұстап жүрдік. Максимально тырыстық ұстауға. Бұның алдында еще өзіміз неде Ақбұлақта 2 апта. Айбада ма? Жоқ, Ақбұлақ. Соқта сол өзіміздің дайын жағайдың қоластымен соқта тауда істедік тренировка, тас көтеріп деген сияқты кішкене физикалық тұрғыда істедік. Одан кейін сол өзіміздің залда істедік. Примерно бір айдай. Сосын Америкаға ұшып кеттік қой, былай қарағанда. Өзім негіз ондай қатты негіз тоже бідеріп етемін, негізше ондай жерлерге бармауға, қаңғымауға. Енді арасында қалады кейде ше. Бойдақ болғаннан кейін. Тойға барып кетесің. Енді онда тойға дейін прям ондай қатты емес негіз. Өзімде тоже. Короче, ол әсер етпеген дейсің ғой. Сенде ол сөз до конца шын емес дейсің ғой. Білмеймін, шын емес дегенде де, может, ағайдың да несі бар шығар, может. Шындығы? Жаны бар шығар, сөзінде жаны бар шығар. Менеджер Нұрадин ғой, менеджер. Бойдан кейін сөйлестіңдер ма? Не деп айтты, қандай диалог болды сендердің араларында? Диалог болғанда сол. Аса не дешеді? Кішкен поддержтеді өзін. Орысты да бір жағынан былай да тоже рухани да поддержтеді, дайындалу керек деген сияқты. Дебюттің алдында сен Денверде тренировка жасадың, дайындығыңда Қайрат Ахметовпен. Және Қайрат Ахметов сенің углда болды бірінші бойда дебютта. Бірақ екінші бойда болған жоқ. Қайрат ағамыз ол қазір Таиландта оқу жаттығуын жиында жүрді ол. Сол өзінің бойына дайындалып. Белгісіз бір себептермен тоже барамады деп ойлаймын. Бірақ келесі нелерде оқу жаттығу жиындарында Қайрат ағамды көрсем деген өзін қалаймын негізі. Қасымда жүргенше. Сенің дайындалығың екінші бойға неде болды, Алматыда толық? Алматыда болды, өзіміздің залда болды. Ой болған жоқ па? Мысалы, қайтып Денверге бару, или мысалы Қайрат Ахметовтың қасына Таиландқа бару, дайындалу? Мен Таиландта болдым. Оның алдында бір көрген стористерден. Ол кезде маған тоже кішкене жақпады. Тоже климат жақпады. Өзім тоже умиды түсіп кетті. И сразу аяқтарға жара шығып кетіп. Біраз тренировка істей алмай жүрдім.
жарты айдай ма, сосын жарты айдан кейін кішкене істеп сосын біз ауылға қайтып кеттік қайтадан. Сол көбінесе маған Таиланд жақпайды деп ойлаймын өзіме. Енді Таиландқа бармайсың. Тайгер Муай-тай ғой, иә? Тайгер Муай-тайға бару керек, бірақ 1,5 ай бұрын кішкенеше ертерек біз бара салып, по-моему, сол жаңағы Саят айтады, сол көп кішкене Қайрат ағай да айтты тоже кішкене етіндер дейді да, жаңағы аккредитацияға ше 1 аптадай жүріңдер деген сияқты, ондай қатты нагрузка бермеңдер деп. Біз сол бара салып тренинг істегенбіз ғой, содан кішкене иммунитет келді, сосын жаңағы сыздауық деген жарлар бар, сол ашып кетеді көбінесе. Бізде Эдуард Базаров деген тренер болған кезде, Дартимнің күрестен жаттықтырушысы, біз онымен былай 5 подкаст сөйлескен кезде айтқан, негізі Тайгер Муай-тай ол үшін мысалы не емес, ему не нравится. Өйткені климаты басқа, постоянно жара шығады. Ол тек қана межсезонье уақытында өте жақсы нәрсе дейді Тайгер Муай-тай. Бірақ барып полный кемпті сол жақта жасау қате нәрсе деп айтқан. Иә. Определенный бір уақытта бару керек та. Бір жағынан демалады, ойың демалады. Бір жағынан тренинг істейсің. Онда. Сол сен Тайгер Муай-тайда болған кезде ең танымал спортшы кім болды сол жақта? Біз ол кезде сезонда бармадық, шын айтсақ. Сезонда болған. Сезонда болған жоқпыз, иә. Ол кезде біз барғанда адам кішкене аз болды. Бірақ жүрді, поездтер көбінесе солармен істедік деп. Уанның балалары болды. UFC-дің тоже 1-2 балалары болды. Енді бүкіл аудитория танитын адамдар болды ма? Мысалы, Рафа Физиев. Жоқ, олар болмады. Болмады ма? Біз уже қайтатын кезде уже адамдар жиналысады көбінесе. Ол кезде уже Дамир Исмагулов келді. Сол қосыла бастады, тағы біраз жігіттер. Танымал жұлдызмен какой-нибудь Дамир Исмагуловпен спарринг жасадың ба? Жоқ, Дамирмен. Дамирдің салмағы ауыр болды да, ол ар жақта. 70-тен жоғары істеп жүрдік біз бер жақта. Тайгер Муай-тайда, получается, салмақпен бөліне ма зал? Салмақпен бөлінеді негізі, андай сезонда. 60-тар деген сияқты. 60-тар біткеннен сосын жаңағы үлкендер. Ол группамен кіреді, получается, сперва 60-тар, сосын 70-тер, 80-тер. Кезіктесіп ше. Алар спарринг болғаннан кейін аналар кіреді деген сияқты. Бірақ біз именно сол сезонда уже қайтып кеттік та. Соны көре алмадым аса қатты. Жақсы. Енді Тайгер Муай-тайға межсезоньеда баратын ойларың бар ма? Әрине бар. Бір бойдың алдында или бой болмаған кезде бір айлап, ертерек барып ше кішкене. 1-2 айлап кішкене ол үшін жату керек та сияқты. Бірақ мен өзіме қатты ондай қатты Тайгер ұнамады негізі. Мен сол кішкене Америкаға ма сол жаққа негізі кетіп қалған. Сол ұнайды негізі Америкаға кетіп қалған. Подходтар әртүрлі ма, бірдей ма? Подходтар, тренировкаға подход деген. Мысалы, сендер Қазақстанда қалай жұмыс істейсіңдер, Таиландта қалай жұмыс істейсіңдер, и Америкада дайындық болған кезде қандай жұмыстар? Әр жерде әртүрлі ма, или примерно сендер уже барып, қарап алып, Америкада, Қазақстанда уже примерно келтіріп жасайсыңдар ма? Иә, әр жерде әртүрлі. Мысалы, Таиландта басқа уақытта, мысалы, 4:30 деген сағат, Америкада түске таман. Ол жақта да тоже основном азанда болады, кейде тренировкалар ше. Түске таман сол азанда болады, сосын әр жерде әртүрлі, и тренировкалар да әралай ғой. Әртүрлі болады, мысалы. Таиландта, мысалы, әр группа бар, ол жақта тоже. Грэплингке барсаң болады, там неге барсаң болады, Муай-тайға барсаң болады, тоже группамен етіп салғанда күнделікті. Сендер Денверге бардыңдар, иә? Денверге, Колорадо. Қандай критериймен залды таңдадыңдар? Жаңағы өзі Қайрат Ахметпен бардым ол кезде. Сол Қайрат Ахметтің жаңағы таныстарымен, сол жаңағы Денверге бардық. Ол жақта да таныстар болды. Тәжік бауырларымыз болды. Солар көмектесті көбінесе. Үй тауып беріп, машина тауып беріп. И содан кейін залға бардық. Сол жаңағы залда именно Кори Санхеген, Гейджи солар дайындалады екен, именно Elevation Team деген залға. Өте ұнады сол зал негізі. Көңілден шықты. Өйткені мен Қайрат Ахметов соқтай дайындалған кезде мен спарринг партнер болып кеткен кезде сол кезде сол залға барғанбыз. Сосын бойды отты, сосын қайтадан елге оралып, өзімде бір айдай дайындалдым да, қайтадан біз 1 айдан кейін ұшып кеттік сол дебюттің алдында. Сол қалаға 1 айдай дайындалдым. Өте жақсы ауа райы бәрі. Өзіміздің Алматыға кішкене келеді. Тау жақ қой. Тау жағы, андай высокогорный ғой. Сол спарринг партнерлар да жақсы болды. Біраз балалар болды негізі.
Сен сол жақта болған кезде Гейджи мен Сенхеген тренировка жасады ма уже, или олар просто бірге жасады ма тренировканы? Бірге істедік, Қалай екен тренировкалары? Тренировкалар жақсы. Біз білмейтінімізді олар көрсетіп, олар білмейтіндерімізді біз көрсетіп, спаррингте да тоже жай істеп, Коримен де, тағы да басқа қазір UFC'де жүрген японец жігіт бар. Тайра деген солармен өгіз істедім. Ол бірақ постоянно Сонеде өтеді, Elevation'да кемпті оқу жаттығу жиын. Гейджи туралы бір сұрақтар қойғым келіп тұр. Ол бывший временный чемпион, қазір БМФ титулын қолында ұстайды. Қалай екен онымен бірге тренировка жасау? Тренировка істей ма? Өте деңгейі өте жоғары. Мынандай энергия кәдімгідей сезесің, онымен жүрсең. Өте қарапайым, амандасып, суретке түсейік деп, бойдан кейін тоже оған тоже Қазақстан шоколадын предлагать етіп сөйтіп сәттер болды. Бірақ основном мен спаррингке тұрмадым мен. Өйткені салмағы ауыр ғой. Ауыр. Тем более, не то, что салмағы, еще ударлар қандай. Ударлар. Сосын Коримен тұруға тырыстым. Тағы басқа да жігіттермен жаңағы UFC-дің балалармен, солармен тұр. Блин, Коринің ударкасы мықты, я? Қалай екен, спаррингті сезіне ма оның стилі, ударлары әртүрлі углдардан келеді? Андай смешать етеді ғой, фасының қиып, бір неде жүрмейді, бір стойкада жүрмейді, екі стойкамен де бір орында тұрмайды екен. Маған да айтады, өзінің кішкене минустарын маған айтып, спаррингтен кейін көрмесе дұрыстап ше, бір орында тұр қаласын деп ше, көп тұрма деп сөйтіп, өзінің ақыл кеңесінен айтады. Біз оған тоже күрестен кішкене көмектесіп сол жерде. Бәсе соңғы бойларда постоянно күреседі. Походу сен ғой оны үйреткен. Мүмкін. Коридан бірдеме өзіңе алдың арсеналына? Білмеймін, сол жаңағы неде деп ойлаймын, жаңағы стойкамен ауысып көбінесе бір орында тұр қалмау деген сияқты ары бері жүру, сол кішкене андай плюс болды деп ойлаймын. Мен 99 раунд дүкеніне рахмет айтқым келіп тұр, өйткені олар біздің көрермендерге осындай шынгирті розыгрышқа берді. ұтысқа. Осы шынгиртіні ұтып алу үшін бізде осы подкастта қонағымыздың сұрағына дұрыс жауап беріп, және міндетті түрде өзіңіздің инстаграмды қасына жазып кетуіңізді сұраймын, өйткені осы инстаграм арқылы мен сізді тауып осы ұтысыңызды жіберемін. Және де Сарбас деген промокод бойынша 99 раунд деген дүкенінде любой боксерский перчатки алған кезде сізге бинты, капа және қолғапқа сумка сыйға тартады. Көруден ләззат алыңыздар. Айтпақшы, соңғы бойда сен бонус алдың. $50,000 за бой вечера. Неге жұмсадың? Жұмсағанда әлі түскен жоқ ол бонус. Қалай түскен жоқ? Уже қанша? 1,5 ай өтті ғой? 1,5 ай, 2 айдың ішінде уже түсу керек уже. Примерно уже басында ойда уже оны походу неткенсің ғой, жұмсап. Жұмсағанда, жұмсайтын жерге жұмсап қалған қойып жаңағы сборларға, өзімнің соларға жұмсасам ба деп тұрмын өзім. Америкаға кетіп қалсам ба деп тұрмын, берді осы оразадан кейін сол жақта кішкене оқу жаттығу жиын өткізіп, егер бой берсе сол жақта қалып, болмаса қайтадан елге оралып деген сияқты. Короче, примерно өзінің дайындағына, иә? Иә, өзім дайындығына. Бір жағынан тез оралу керек болып тұр, пораженияның артын жабу үшін ше. Как раз бізде Жалаш Шмогулов болған кезде айтқан, соңғы дайындықта онда примерно $50,000 кетті деп. Сборда, ATT сборында. Сендер Денверде спонсорский ақшамен болдыңдар ма, или өз қалтасынан төледіңдер ме, или наоборот UFC берді ма ақшаны? UFC ол бір аптаған кезде етеді, жаңағы жататын жері, бірақ питанияны беріп тұрды, ол бір ай алды, бірақ жаңағы питанияны беріп берді, бізге жіберіп берді. Полностью питанияны ма? 3 күндік или 5 күндік? Күніне 5 рет? Күніне 3 рет. Диетический там ПП ғой. Солар беріп тұрды, жаңағы витамин, сондайлар. Сосын основном жаңағы спонсор дейді ғой, спонсорский сол нелермен, өзіміздің спонсормен основном. Енді үкіметтің ақша ондай бізде жоқ қой, негізі қолдау ондай жоқ қой. По-моему, қазір үкімет вообще көмектеспейді ғой ММА-ға. Иә, ММА-ға жаңағы көмектеспейді, именно сол жаңағы өзіміздің күшімен, жаңағы ағаларымыздың сол кішкене қолдауымен сөйтіп. Получается, дайындыққа бәрі
полностью укомплектованный болдыңдар, иә? Иә. Не было такого, чтобы что-то не хватало, бәрі болды, бәрі жетті, да? Жалғас Жұмағұлов, мысалы, ATT-да дайындық жасайды, иә? Асу Алмабаев Киллклиффта дайындық жасайды өз бойларына. Олар сенімен бірге бір салмақта, иә, төбелеседі UFC-да. Олармен бірге барып, олардың залдарында жаттығу жасап деген ойлар болған жоқ па? Иә, ойда бар негіз, әлі де. Негіз, болашақта сол жаңа Киллклиффқа барсам ба деп ше. Өзім жоспарда бар. Бірақ қазіргі таңда Лас-Вегасқа барып, жаңағы UFC институт па? UFC институт бар. И қасында кімдер синдикат деген зал бар. Ол жақта жаңағы мераптар дайындалатын зал. Біз алдында өткен Стерлинг. Иә, Стерлингтар сол жақта да. Біз алдында көріп қайтқанбыз, негіз UFC-де жүрген кезде солармен спаррингтарын көрдік. Былай өте тоже жақсы, жоғары деңгейде. Сол жақта может кішкене тағы бір айдай ма заборот қайтсам ба деп тұрмын солармен бірге. Бірақ олардың стилі, мысалы, Мерап пен Стерлингтің стилі саған, по-моему, нетпейді ғой. Жақпайды ғой, олар чисто күрес, давление, күрес, а сенде де күрес бар, бірақ сен көбінесе стойкада жұмыс істейсің, да? Иә. Стиль жағынан жоқ, ондай қатты роллені өте ойнаймын. Давашвили өте қазір топта жүрген жігіт ғой. Иә, примерно претендент ғой келесі. Олармен тоже спарринг деген тоже өсем деп ойлаймын өзім. Бір жағынан ше, морально. А сенің салмақта сол жақта адамдар бар ма? Саған спарринг партнер болатын? Иә, бар, көрдік. 61-де, 66-да, PI-да бар болмаса, UFC PI-да институтқа келеді балалар. Ол жақта да істесе алады. Ол жақта бір жақсы жаңағы UFC вайстерінен бәрі тегін да. Там массаж аламын десең, массажы бар. Там астында саунасы бар, бассейні бар. Деген сияқты ғой. Весогонка кезінде саған сауна береді, иә, мынандай бір... Иә, портативный береді, 2 сауна береді өзімен бірге. Соның біреусін ғана қолдандық. Сол банядан кейін сол жаңа портативка кіріп кетесің. Иә, тоже өте ауыр болады негізі весогонка күні ше. Соңғы күн ғой бәрі, соңғы күнге настрой істейміз. И соңғы қуып соға тырысамыз ғой барлық салмақты. 4-5 килограмм алдырып ше. Примерно весогонкаң қалай өтеді? Сен вообще негізі қанша салмақ қуасың? Мен 10-10-ның үстінде болғам ғой примерно. Сен диета қашан отырасың? Диета 1 ай бұрын отырам, 1 жарым ай бұрын отырам. 1 жарым ай уже тәтті, нан бәрін уже алып тастаймын да. Уже 1 айған кезде чисто уже ПП-да отырам. Осы Қазақстанда уже алдында бастап кеттім. И сол жақта тоже ұстап жүрдім да диетаны. И уже аз қалған кезде уже су бастаймын. Уже қалған уже сумен қолап тастауға тырысамын ғой. Соңғы бір 4 килограммдай қалады. Соны сумен қолап тастаймын. Егер азанда қалып жатса, қалған азанда қолап тастаймын. 1 килограммдай қалса, 700 граммдай қалса, азанда қолап тастауға тырысамын. Весогонка кезінде ең қиын нәрсе не болады саған? Весогонка кезінде әрине сол жаңағы су сол ең соңғы күні. Сол жаңағы қатты қысыламыз негізі. А оның алдында былай жүре береміз ғой, су ішіп, тамақ ішіп, ПП-ны ішіп. И көбінесе тоже диетологпен істедім. Сол диетологта өзінің тамақтарын алып келеді, жасап пісіріп. Диетолог Америкада ма, осында ма? Сонда Америкадан жалдап. Сен диета ұстаған кезде что самое больше хотел покушать? Болды ма сондай бір? Өзіме постоянно сол неге барған кезде, өзім тренинг істеп жүрген кезде кофе ала беретінмін өзіме ше. Кофе қатты негізі ше өзіме. Жақсы көремін негізі. И соны бірақ оны да тоқтаттым бір. Кішкене азаған кезде тоқтатып болмайды деді. По-моему, кофе организмда су ұстайды ғой, иә? Иә, су ұстайды. И бір жағынан жақсаны кішкене энергияң кішкене бодр болып жүресің тренировканың алдында ше. Аслында сон кофе ішіп кіретін негізі тренировкаға. По-моему, көп профессиональный боецтер тренировканың алдында кофе ішеді. Специальный энергия болу үшін, иә? Иә. Ол спаррингтің алдында да ішетіндері бар. Спаррингтің алдында? Иә. Сосын спаррингтің кезінде жаман болып қалмай ма? Жоқ. Әркімге әрі қалай. Біреуге жағады, біреуге жақпайды деген сияқты. Сосын сен межсезоньяда по-моему 21 жылы қателеспесем сборға Дагестанға бардың. Сол туралы айтып кетсең. Дагестанға біріншіден неге бардық? Хабибтің залына бардық, Нұрмагомедов. Ол кезде тоже қасымда Абай Жалал деген, тоже қазір октагонда шығып жүрген профессор деген лақап атымен. Ол қазір өсті ояқтан барып жүр кішкене. Азамат Бақытов бар, үшеуміз барғанбыз ол кезде. Біріншісінде, одан кейін екіншісінде командамен бардық уже. Дәнеш Ағай бар, Бекзат бар, Нұржан бар, тағы бір екі бала бар.
Алишер Магомед деген, ол кезде KHK деген залға бардық. Дагестанда. Дагестанда, сол жағы көбінесе Бахрейн представлять етеді, ол жердің балалары. Мұхаммед Макаев. Иә, Макаев та сол залда негізі. Сол залға барады көбінесе. Былай. Получается, екі залда болдыңдар. Синдикат и Хабибтің залында. Хабибтің залына екіншісінде KHK-ге бардық. KHK. Қалай екен? Тренировкалары. Өте жоғары. Сол көп үйренетін нәрсе көп, сояқтан негізі. Білетін нәрсе біліп келдік, мысалы. Тәжірибе жинап келдік бір жағынан. Ағайға да плюс болды бір жағынан ше. Келдік сразу тренировочный процесс өзгерді уже одан кейін. Сол жақтың системасымен деген сияқты. Ол жақтың залларда біздің неге балалары біздің сол октагонға сұхбат ететін балалар бар. 2-3 баладай. Примерно разведкаға бардыңдар, иә? Иә, опыт жинау үшін ғой. Опыт алмау үшін. Күрестері қалай екен? Күрестері жоғары. Бізде, мысалы, бізде қалай күрес дайындайды, и оларда қалай күрес дайындайды? Әртүрлі ма, бірдей ма? Оларда, мысалы, акцент чисто проходқа или чисто контрольға, а бізде, мысалы, басқаға акцент жасайды. Жоқ, аяқты сол, именно көңіл бөледі сондай күреске ше. Басында күреседі. Спаррингтің алдында да күреседі, мысалы. Көбінесе сол неге күреске көңіл бөледі ол жақта. Содан кейін қойдым деп, номер 1 болып тұрғанша. Сенде Алибаговпен фото бар? Аха. Ну, сенде по-любому күрескен жоқсың ғой онымен, или күрестің? Жоқ, күрескен жоқпыз. Аха. Бірақ бір тренировкада жаттықтық, бірақ онымен жоқ. Салмақ ауыр болғаннан кейін ештеңе істеген жоқпын. Бірақ сол бойдан кейін, тренировкадан кейін сервиске түскен не ғой? Былай теледидарда или ютубта қараған кезде Алибагов шкаф қой кәдімгі. Алибагов, иә. Ресейде ең мықты жауынгерлердің бірі деп ойлаймын өзімше. Қазір вообще жиналып алған. Физикалық тұрғыда 20 килограммдай ма сондай болады ғой ше, 70-ке. 90-нан түскен ғой. Соңғы бойында ше. 23-тен ба. Вот Алибагов та весі гонка жесткий шығар, иә. Иә. Алибагов біздің Артем Резниковпен шайқасты көрдің бе сен? Иә, көрдім. Кімге жанкүйер болдың? Әрине өзіміздің жерлеске Артемға. Бірақ анау кішкене физикалық тұрғыда опыт ретінде мықты опыт кетті, сол алып кетті деп ойлаймын негізі. Артемға не жеткен жоқ деп ойлайсың? Өйткені күрестер примерно бір деңгейде ғой? Или бір деңгейде емес деп ойлайсың? Білмеймін, анау кішкене жоғары болды деп ойлаймын опытына ше. Күрес жағынан, иә. Бірақ стойкадан ондай, Али, білмеймін, стойкадан ондай қатты жоқ деп айта алмаймын да, мысалы ше. Бірақ қандай кішкене корявый да тоже ше, Багов ше. Чисто закидушкалар ғой? Иә, закидушка. Бірақ қол жоқ деп айтуға да болмайды да, өйткені оны ешкім оны құлатпаған, мысалы Алича нокаутқа нокдаунға түсірмеген. Сондай боясы ғой негізі. Негізі мен оны осы бойды қараған кезде Али мен Артем да стойкасы мықты ғой қазір. Стойкасын өзіне көтеріп алған, қазір боксқа барады, тайский боксқа барады. Мен ойлағам қазір стойкада оны по-любому проходты өткізбейді да, стойкада, короче, разберет деп ойлағам, бірақ кішкене физика жетпеді ойдың артында да. Физика, иә. Ал осындай, мысалы, сбор болмаса, межсезонье уақытында негізі уақытты қалай өткізесің? Сол, өзіміздің тренировкалар, қосымша тоже тренировкалар бар. Основном тренировкамен ғой. Хобби туралы айтсақ, сенде мен білуім бойынша футбол жақсы көресің? Футбол, иә, футбол ойнап тұрамын аптасында бір рет. Бірақ оны айтпаймын. Менеджерлерге айтпаймын. Кесіп тастаймыз ғой оны? Қалдырамыз ба? Ұрсады да. Сосын неге Шымбұлаққа барғанды ұнатамын өзім. Лыжа тепкенді ұнатамын. Арасында қыста обязательно бір-екі рет барып қоямын. Ешкімге айтпай өзім. Ол да травма опасно. Ол да травма опасно. Сондайға бізге қарсы да көбінесе. Атқа мінбендер деп ше. Өзім ат жақсы көремін ше. Атпен шапқанды ұнатамын. Короче, бүкіл экстрим сенде. Экстрим, бізде. Сенде контрактта осындай бір пункт бар ма? Экстремальный спорт? Иә, бар ондайлар, экстремальный спортқа тоже қарсы ғой бізде ше, контрактта. Болмайды деген сияқты жазылған. Штраф или просто қандай шара қолданады? Оған ба? Сол жаңағы штраф ретінде примерно қолданады. Бірақ взаимопонимание да бізде сөйлесіп кетеміз. Бәрі жақсы жағынан ғой. Вестник ММА деген білесің ғой, каналда? Ол бір исследование жасаған. ММА байыстер қандай спортта ең көп жарақат алады?
и бірінші орында футбол болған. Иә. Таймерден мысалы футболдан кетті ғой. Иә. По-моему, аяқ қояп. Иә. Өте тоже андай травмоопасный спорт. Енді білмейтін адамдармен ойнасаң солай болады деп ойлаймын, өйткені олар травма беріп қояды деген сияқты. Мен көбінесе сол ойнаған кезде сол өзім аккуратно, иә. Ол балаларда ол қатты етпейді да, кірмейді да, мысалы ше. Байқа ойнайды да, иә. Конечно, байқа ойнайды. Сындырмай деген сияқты. Иә, UFC бойынша по-другому қалай ойнайсың? Оған да тоже қарау керек бір жағынан. Мен де көп бара бермеймін, негізі былай шақырады ғой, негізі мына жақта болып жатыр дегенде. Жоқ, жаққа бармаймын уже. Өзінің определенный өзімнің кругым бар, ойнайтын. Команда, иә. И өзіміздің ауылымыз бар. Сол жақта жиналып, жаңағы балалар арасында жиналып ойнап тұрамыз. Олар уже по-любому барлықтарын біледі, иә? Иә, травма, жарақат деген. Иә. Мен олар мені біледі деген сияқты. Жақсы араласамыз бәрімен. Бұрыннан кішкентай кезімізден келатқан балалар көбісі. И сен футболдан жарақат алып көрмегенсің? Жоқ. Алмақ қойын дегенсің. Жоқ, в прошлом. Жоқ. Болған жоқ, ондай. Сен негізі қандай позицияда ойнайсың? Полузащитада. Полузащита. Алдыдағы артқа екі жақта да ойнай беремін. Таскать етемін былай айтқанда. Мини-футбол ғой сендерде? Иә, мини-футбол. Мини-футболға деген мен де Астанада болған кезде ойнағам. Аптасына бір рет, екі рет бізде ЛЛФ команда болған. И мынандай теория бар. ЛЛФ емес, мини-футбол ойнаған кезде больше бегаешь, чем в большом футболе. Өйткені постоянно артқа алға күш көп кетеді. Иә, бізде андай тағы бір команда заменада тұрады да. Иә. Отылғың келмейді содан кейін, жота бергің келеді. Иә. Неше батыл қалсаң, қайта шығып кетесің. Басқа пятерка шығады, иә? Иә. Сен негізі газонда или паркетте? Газонда. Сенің одноклубник досың туралы сөйлескім келіп тұр, тем более сендер бірге еще Дагестанға бардыңдар, Бекзат Алмахан туралы. Сен оның UFC дебютына дайындыққа көмектестің ба? Жоқ, мен көмек салмадым, өйткені мен Америкада жүрдім ғой. Бой өткіздім, как раз сол кезде объявлять етті өзі афишаны. Мен Америкада жүрген кезде бекамен төлеседі деп. Сол болды, тоже короткое уведомлениеде қабылдады бір айдың ішінде, даже бір айға жетпейді. Сол бәрі. Сол барғаннан кейін сол кішкене көмектесіп қалдым. Сол болды, как раз сол кезде уже визасын алып, сол кезде Америкаға ашып кетті бека. Дагестанда болған кезде Умармен пересекаться еткен жоқсыздар ма? Жоқ, пересекаться етпедік. Ол бөлек істеп жүрді ол кезде. Өзінің спарринг. Даже сен Хабибтің залында болған кезде. Иә. Барлықтармен бірге тренировка жасамай ма? Жоқ, өзінің определенный балалар бар. Солармен істеп жүретін көбінесе. Короче, бір элита бір жақта бір уголда жұмыс істейді. Иә. Ол кезде тоже танымайды біз ол кезде тоже. Ондай қатты тоже атақты емес біз деген сияқты. Сендер сол уақытта UFC-де болған жоқсыңдар? Ол кезде болмадық. Бірақ сен октагонның чемпионы ретінде бардың, иә? Сондай. Негізі Бекзатта жекпе-жектің алдында настрой қандай болған білмейсің ба? Настрой жақсы болды өте. Беканың өзі тоже андай несі бар ғой, өзінің мінезі бар. Қарапайымдылығы, мінезі, қасқыр мінезі ғой. Былай айтқан кезде тоже. Духовисте балаға қайтпайды. Шығасың ба десе, иә шығамын деп күліп қойып жүре береді. Уже бойдан кейін, по-моему, бір аптадан кейін мен ана нарезкалар көресің ғой UFC-ның. Акасы Бекзат астында жатқан кезде айтқан ғой Умарға, давай стойки, вставай стойки, порубимся деп. Я ондай болды ой деймін. Өзінен сұрамаппын. Сұраған жоқсың ба? Сұраған жоқпын. Сондай жүр стойкада көтерілік төлсек дегенде Умар жоқ партерде деген сияқты айтқан. Менің ойымша бір Бекзатқа уголда бір жақсы профессионал жеткен жоқ деп ойлаймын. Иә, енді сол профессионал жаңағы өзіміздің Дәнеш ағай ғой, тренер ғой. Сол жетпейді деп ойлаймын. Ол кісіге сол виза бермей жатыр, өкінішке орай. 2 рет 3 рет уже отказ беріп жатыр. Мысалы дебютқа өзің уголда болуға, бұрышта болуға сенде ой болған жоқ па Бекзаттың? Болды негізі. Бірақ менде уже визада уже не біте бастады менде. Срок па? Срок, иә. А сендерде бір 5 жылға сондай виза емес па? Жоқ, 1 жылға. 1 жылға? Аха, енді қазір продлить етіп жатыр оны қайттан. Сенде қазір виза жоқ? Виза бар, бірақ уже продлить ету керек та қайттан ше. Кішке уақыт керек ол үшін қайттан кіру керек консульствоға деген сияқты. Бірақ әрине Беканың қасында болуға там жақсы ғой бір жағынан тоже. Иә. Тем более просто почему-то мен ойладым сенде виза бар деп. И мен таң қалғаным сен уголда болған жоқсың. Өйткені сен UFC-ның кухнясын білесің уже екінші. Иә, негіз барғың деген негіз. Мысалы Бека сосын былай ақылдасып сөйлесіп, жаңағы тренерский штабпен жаңағы Ержан Исановты жіберетін болдық деп сөйтіп сөйлескен негіз. Ержан Исанов кетті ғой. Иә, көрдім.
углында сол жаңа көмектесіп, в основном сол жүрді қасында. По-моему, угловойда үш адам емес Үш адам, иә. бірақ екеу болды ғой. Үшінші Саят болды да, по-моему. Саят жүрді сол жерде көмектесіп, сол жағы Нұрайдын ағай болды, сосын тағы Нұрайдын ағай тоже бір көмекшісі болды. Шынымды айтсам, маған подсказкалары вообще, как бы, не то, что ұнаған жоқ, просто как будто сай келмейді да. Бекзаттың ойына ма? Иә, там, дистанция ұста деген, джеб, лақтыр деп, просто... Оны естімедім оларын. Естіген жоқсың ба? Секунданттарын, иә. Енді қазір Бекзат залға келіп жүр ма? Бекзат бұйыртса қазір несін, аяғының травмасын. Иә, көрдім. Иә, соны етіп жатыр, жазып жатыр, лечить жатыр. Бұйыртса жақын арада оралады деп ойлаймын. Восстановлениесі қалай екен? Восстановлениесі жақсы бәрі, ойдағыдай. Қазір, по-моему, ауылда тоже. Келді қазір Алматыға. Келді ма? Иә, ауылға барып келді. Қалай екен? Духы түскен жоқ па? Настройы қалай қазір? Көңіл күйі. Настройы жақсы. Бешеный ғой. Бұйыртса сол тағы сборға кетіп, бекекеміз аяқ жазылса ше. Бұйыртса келесіде бірге кетеміз деген ойдамыз. Примерно план сондай ғой, қазір аяқ жазылып, бірге дайындалып келесі ойларға бір-бірімізге көмектесіп Америкада ше. Сен қазір подкастқа дейін сәл ұйықтап қалдың и звондап айтқансың жұмыстан кейін деп. Негізі маған ол таңғалыпты да, өйткені UFC ол біздің MMA спортының ең жоғары деңгей. Әлі сен ақша табуға жұмыс керек, иә? Иә, қосымша жұмыс істеймін, оны жасырмаймын. Сол өйткені бізде жаңағы үкіметтен жаңағы аз ғой бізде ше, вообще қолдау жоқ, мысалы ше, былай айтқан кезде. Содан кейін жан жақты өзіміз мысалы жұмыс істейміз, бір жағынан өзіміздің тоже поддержка жай там Гариладан кішкене былай реклама жасаймыз. Сосын өзіміз клубтан кішкене. Соны тоже придется жұмыс істеуге де тоже. Примерно айлығың қазір қанша? Айлық па? Жұмыста. Нормально. Жетеді былай. Сол айлық сенде там квартирный вопрос там. Иә, бір жамағымызда жауап атады ғой былай айтқан кезде. Бірақ ондай қатты нелерден мысалы тренировкаға, там сборға барсақ, жібере береді, ондай қатты стап қалу, ондай не дегенде, неприязанность деген жоқ, мысалы ше, түсінеді. Жұмыста ма? Иә. Спортсмен балалар түсінеді көбінесе. Содан кейін бір жағынан плюс болып тұр да. Сен бойдан кейін келдің, сосын примерно қанша уақыттан кейін жұмысқа кірдің? Қайтып? Бір аптадан кейін ғой. Бір аптадан кейін ба? Сразу? Иә, бір аптадан кейін. Сен бағана айтқансың, бонусты 2 айдан кейін төлейді, а гонорар ше? Гонорар ол түсіп қойды алдын ала. До бойы? Иә, до бойы. Бойдан кейін 2-3 күннен кейін ба, 3-4 күннен кейін ба, гонорар түседі. Там қанша? 16 ма, сондай примерно. И то он тоже 30% жаңағы менеджерский нелер бар, тренерский, соған кетеді 30%. Қалған өзіме алады деген сияқты. Ол конфиденциальный информация емес қой, оны қалдыруға болады, эфирде? Иә. 30% получается кетеді, и қалғаны 70% сен өзіңе. И гонорарларың примерно неге кетеді сенде? Гонорар ма? Сол 70%, қалған 70%-ың примерно қай жаққа жұмсайсың? Сол основном өзім расходтарыма, жаңағы витаминге, сосын неге тренировка, в основном сол өзіме жұмсаған келеді негізі. Обязательно енді үйдегілерге де бір жағынан көмектесін. Там анау кредит дегендер бар. Соларға осыдан көмектесем. Примерно қанша уақытқа жетеді осы гонорар? 1 ай, 2 ай, 3 ай, 4 ай? Біз ондай прям қатты ондай көп емес қой, алып жатқан гонорар стандартный ғой біздікі. Енді сол жаңа айтып жатқандай придется сонда жұмысты бірге алып жүр да, сол үшін ше. А может кейін көтеріліп жатқан кезде может көреміз, может чисто тренировка істейтіндей сондай халге жететін шығармыз деген ойдамын. Сол жұмыс істеу саған тренировка кедергі жасамай ма қазір? Жоқ, кедергі жасамайды қазір. Тренировкаға жібереді былай. Во время тренировка ондай не жоқ. Сен қазір алып жатқан ақшаң UFC-де сенің ең үлкен гонорар ма, или сен басқа организацияда одан да көп алдың ба? Ең үлкен гонорар десе де болады. Бонуспен ше. Иә, бонуспен. А бонусы ше? Бонусы да я тоже үлкен, иә. Өткен бұның алдында мен үлкен гонорар брейфтен ғана алғам тоже. Брейфті 2 ой өткіздім. Екеуінде тоже. Еще ол кезде бонуспен берді, по-моему, брейфті ше. Шамамен. Брейфті 2 ой өткіздім. И ояқтан тоже
былай келістіріп бұл жақтан менде негізі 4 бойға ма 5 бойға болған ғой брейфта. Иә. Сол кезде UFC-ға кетем деп уже 2 ойдан кейін уже ана брейфтан уже кімдермен сөйлесіп, жаңағы менеджермен Радин ағай сөйлесіп, мен шығарып алдық брейфтан. Сосын сол кезде моментте кішкене күтіп қалдық. Жаңағы UFC-ді күтіп қалдық. Сосын өзіміздің лигада, қазақстандық лигада 2 рет төлесіп алдым. Соңында, по-моему, травма қалдым саусағымнан ше. Соңғы ойда. Сол кезде кішкене демалып қалдым. UFC-ге дебют жасадым, иә. Бірақ кішкене көп жүріп қалдым сол кезде. Травмамен өзімізде деген сияқты. Бірақ өкініш болған жоқ па? Мысалы, сен брейфтен кейін сразу UFC-ге кірейін деген. Бірақ сосын сен осы Қазақстанда октагонда 2 ой жасадың. Бір не болған жоқ па? Волнение, что сейчас не попадешь в UFC или там... Я болды, по-любому андай. Ұтылып қалсам не болады деген сияқты, сондай кішкене андай нелер болды. Бірақ оған қарамастан тек қана алға жүрдік. До конца. иә. Сен біраз организацияда болдың, Найзада болдың, октагонда, брейфта болдың, енді UFC-дасың. Организация жағынан, былай шоу жағынан UFC сені бірдеменемен таңғалдырды ма? Иә, әрине. Номер 1 организация болғаннан кейін әлем бойынша таңғалдырады ғой. Барлық жағынан, не жағынан номер 1 болып тұр ғой уже. Питание жағынан болсын, витамин жағынан болсын, киім жағынан болсын. Барлық жағынан, иә. Барлық жағынан, иә. Өздері восстанавливать етеді, мысалы, бойдан кейін. Бойдан кейін? Иә, өздері бойдан кейін жаңағы неше түрлі электролиттер, сулар, солар дайындап қояды, жаңағы фрукты өзің таңдап жейсің. Тәттісі бар, мына жерде фруктысы бар. Макс Холлоу деген байсыз танисың ғой? Макс Холлоуда бойдан кейін бір традиция бар. Ол бойды жеңсе, оған не береді? Не творожный, бір типа пирог сияқты бірдеңе береді. Бойды жеңсе. Сенде ондай бір традиция бірдеңе бар ма? Или бойға дейін, может бойдан кейін, может дайындық кезінде бір какой-нибудь ритуал постоянно оны жасайтын? Жоқ, ондай традицияда ештеңке жоқ. Тек қана дұғадамыз ғой, дұғалардан сиынып, дұғадан сұрап, дұғада шамс. Сен бағана айтқансың, біз жұмыс туралы сөйлестік. Енді спонсор жайлы айтсақ, мысалы Жасұлан Әкімжанда, ол бізде болған кезде айтқан, оның спонсорлар жоқ. Ол достары көмектеседі, реклама жасайды, ақша солай табады, дайындық кезінде. Жалғас Жұмағұловта, мысалы, рух тим деген бар, бүкіл тренировка кезінде оған көмек жасайтын. Сенде спонсорлар бар ма? Спонсорлар, бастапқыда мен неге бар жүрген кезде, Дагестанға, Таранатқа бар жүрген кезде, өзім жаңағы ауылымдағы балалар сөйтіп ет беретін, жинап береді, сен осындай сборға бар деп ше. Бәрі үшін тиын тастайды жан-жақтан. Көп түкірсе көл болады дейді ғой. Сөйтіп жіберетін. Сөйтіп қазір ақырындап жай спонсорға пайда болды. Ондай қатты емес, бірақ кішкене поддержка етіп, бір жағынан жауап беретіндей. Андердог ұжымы бар, олар тоже кішкене спонсорить етеді сборға барған кезде. Өзім аға көкелерім бар, кішкене поддержка беретін, сол кісілер бар. Горилла ше? Горилланы кей кезде сен реклама жасайсың. Горилладан тоже реклама. Олар қандай қарым-қатынастасың қазір? Жақсы. Бұйыртса тағы уже дальнейшем тағы жұмыс істеймін деген ойдамын. Ол сен оны реклама жасаған кезде ол разовый болды ма? Или бізде контракт бар определенный уақытқа. Осында 1 жылға, 1,5 жылға деген сияқты. Сенде 1 жылға болды? 1 жылға, иә. Ол 1 жыл бітті? Біткен жоқ әлі. Әлі бар, сол примерно дальнейшем тағы жұмыс істесек деген ойдамын Горилламен. Олар қалай, мысалы, ай сайын төлеп отыра ма? Ай сайын төлеп отыра ма? Енді біздің подкастқа Горилла кіру үшін не жасау керек, қалай ойлайсың? Біздің подкастқа Горилла кіру үшін? Аха. Білмеймін. Горилла қою керек шығар. Жаңа реклама болады. Постоянно оларға хабарласам ғой өзім. Инстаграмға жазам. Сосын барып маған ана менеджерлерім берді. Менеджерге жазам, короче, пока жауап жоқ олардан. Сен UFC-ге кірген кезде, по-любому олардың бойларын көрдің, турнирлерін көрдің, сенде бір мынандай ожидание, реальность болды ма? Мысалы, сен елестеттің ана мировой уровенде былай да болады. Оның ішіне кірген кезде үмітіңді ақтаған жоқ деген бірдеңе болды ма? Қалай айтсақ, мен әлі андай
үлкен андай неде выступать еткен жоқпын әлі ше, зрительдермен ше, аренада. Может уж сол кезде уж кішкене былай сезетін шығармын UFC-дің несін ше. А қазір мен неде төлеп жүрмін, без зрителей. Apex Лас-Вегаста, Apex деген бар. Сол жақта төлеп жүрмін. Адамдар аз ол жерде. Бір 20 шақты, 30 шақты адамдар болады. Кіресің, тас, типа андай спарринг сияқты тез өтіп кетеді. 15 минут сіретін алады. А саған негізі қалай ыңғайлы? Зрительмен или зрительсіз? Негізі маған зрительсіз өзіме зрительсіз деп айтатын, бірақ сол жаңағы зрительмен де көру керек сияқты негізі. Атмосфераны, аураны сезетінде ше. Өзім негізі зрительмен сол еткенді қалаймын негізі ше. Зрительмен. Иә. Өзің өлеңмен анақтан шығып келеді асың ғой. Иә. Мотив басқа ғой жерде, тоже аура басқа деген сияқты. Сен UFC-да болған, или тренировкада, или ең танымал жұлдызды кімді көрдің? Apex-та ма? Или Apex-та, или бір, может, UFC-ның сыртында Америка болған кезде. Кроме Гейджи, Сенхеген. Лас-Вегаста жүрген кезде бәрін көрдім, былай айтқан кезде Тапурияны көрдім. Біраз жаңағы Мераптың досы бар ғой. Алджимас Стерлинг? Иә, Стерлингте жүрді. Бывший чемпион. Иә, Омарлар жүрді. Біраз жүрді былай айтқан кезде. Еще танымайтын боецтер бар мысалы ше. Бәрі Apex-ке келеді ойлар тренировкаға ше. Тренировка жасауға. Иә. Сол кезде кішкене кездесіп қаламыз. Кімді? Кодиді тоже. Коди Гарбрант. Иә, көрген фотосын. Қалай екен, мысалы, Коди Гарбрант бывший чемпион, Кори Сенхеген бывший претендент, Алджимас Стерлинг чемпион, Мираб Туалишвили претендент қазір, иә. Қалай екен, чемпиондардың бір несі бар ма? Как будто басқа аурасы ма или? Иә, оларды қалап. Кәдім қарапайым тоже. Бізде сол қарапайым тоже. Амандасып, аурасы енді қалай айтсам болады, онда хат сезілмейді былай. Одан кейін бойларда қарасаң сразу бум бітіп жарады олар ше. Бүкіл настроймен, тек қана неге шығады, ақтоғын шығады. Олсын сол жаңағы нені сезіну керек сияқты, жаңағы олармен тренинг істеп деген сияқты. Сол кезде кішкене бөлектеу болады. Негізі сен өз карьераңды UFC-да қалай елестетесің? Өйткені мысалы Хабиб мысалға айтсақ, UFC-ға кірген кезде уже сразу білген, иә, мен чемпион боламын деп, сол курстан неткен жоқ, не отходил от курса. Сенен қазір қандай мақсаттар? Мақсат бұйыртса тез оралу керек. Сол жаңағы айтқан кезде жеңілістің артын жабу керек, жеңіспен. Соны мен қазір ұмтылып жүрмін бұйыртса. Сол тез екі ой жақсы выступать етіп, ары қарай тағы не алып, контракт алып, бұйыртса сол топқа кіріп, негізі топқа кіру тез оңай, бізде 57-те ше. Иә. Адам аз ғой, 57-те? Адам, иә, аз бір жағынан. Топқа кіру екі салмақта жеңіл дейді. Ең үлкен салмақта және ең кіші салмақта, өйткені ростер кішкентай, кіші салмақта ростер кішкентай, ал үлкен салмақта екі нокаут жасасаң, уже все, сені поле зренияға кіресің да. Қазір қалай екен Саят или Нурадин менеджерлерің келесі бой жайлы ештеңе айтқан жоқ па? Жоқ, қазір келесі бой туралы ештеңе айтпады. Бірақ сол қазір формуладағы жүруге тырысам. Любое время айтып қалуы мүмкін деген сияқты. Короткое уведомление? Короткое уведомление емес, алдын ала айтады ғой, 2 ай бұрын, 3 ай бұрын айтады. Осындаға дайынсың ба деген сияқты. Соған дайындаламыз бұйыртса. И сразу Америкаға кетіп қалу керек. Сразу уже объявлять еткен кезде ше бұйыртса. Сразу Америкаға барып, сол жақта дайындалып, иә. Адаптация бәрін жақта өтіп бұйыртса. Примерно кімді қалайсың келесі соперникке? Келесі соперникке? Білмеймін, разница жоқ негіз. Основном сол топтан болса деген жақсы болып жатыр жаңа. Эрцек бірақ ол соңғы бойын ұтты да нокаутпен. Кім? Эрцек деген жігіт бар, австралиец. Матчнелмен төбелескен. Ол матчнел кішкене түс қалды. Жаңағы негіз топтан болса жақсы болатын еді негіз. 15-тен, хотя 14. Түсінікті. Сенде Мұхаммед Макаевпен бір примерно историяң бар ғой? Сен екеуің брейвта болыңдар, ол саған вызов тастаған осында октагонда турнир болған кезде. Бірақ жолдарың қалай кетіп қалды да, сол уақытта ол UFC-ге кетті, сен осында төбелестің. Қазір екеуің UFC-дасыңдар. Макаев соңғы бойын жеңді. Бойды көрдің ба? Бойды көрдім, иә. Өте қиын болды. Оған қиын болды. Ол айқан ғой, типа, ода бір тоже температура болды, ауырған, тұма болды. Бірақ сен оны қазір чемпион ретінде қарайсың, как бы представляешь,
елестетесің оны чемпион болатынын? Болашақта болатын шығар бұйыртса. Бір әлі 2-3 бой өткізу керек шығар ол үшін Макаевқа. Бірақ Пантожа айтқан ғой қазір, Макаев жеңсе онымен бірге бой өткізем деп. Осы бой болса Пантожа мен Макаевпен арасында результат қандай болады деп ойлайсың? Білмеймін, бірақ Пантожа да мықты ғой. Өте опытный, тәжірибелі жігіт негізі. Бірақ сол Макаев сол по-моему өзінің несін елетін сияқты деп ойлаймын. Сол күреспен сөйтіп ше, завязывать етіп. Өз геймпланды навязать етіп. Даже IQ жақсы негізі Макаевта. Қаратсам. Соны төтеп беру керек негізі. Жалғас Жұмағұлов ATT-да жүрген кезде Пантожамен спарринг жасаған. Айтады да, Пантожа вообще бір басқа деңгейде да жұмыс істейсің да, как будто ұтыласың, и он тебя берет и ұстап алады там удушенияға. Мне кажется, Макаевқа өте қиын болады, өйткені Макаев постоянно проход жасайды да, и мне кажется, может попасться на какой-нибудь там прием. Тем более 5-раундовый бой. Иә, ол салмақта тоже біздің салмақта топовыйлар көп қой, мысалы ше, Альбази бар, Менел КП деген жігіт бар, ол жігітті де көрдім тоже сырттай. Өте жоғары деңгейдегі балалар көп негізі. Марена бар. Марена бар, иә. Сосын кім? Маренамен недавно дрался. Тоже топ екеуі бывший претендент. Ройвол ма? Ройвол. Тоже несі ударкасы мықтаны жігіт. Айтпақшы, Исатай, білесің ғой, Исатайды? Подкаст? Иә, промо подкаст жасайтын, Октагонда комментатор болып жұмыс істейді. Жақында Телеграм, по-моему, или Инстаграм каналында айтқан, Октагон лигасынан тағы бір боец UFC-ге кіреді деп. 3-ші боец па? 3-ші боец. Ақпараттың жоқ па? Жоқ, ондай ақпарат. Білмедім кім екен. Білмедің? Может, қыздардан болуы мүмкін, может, ұлдардан болуы мүмкін деген сияқты. Қыздардан? Ничего себе. Я думал, қазір сен бір интернетті шолатып жібереді қазір. Жақсы. Сенің UFC-да топ-5? Топ-5 жақсы көретін нелерім ба? Иә, боецтерің кім? Боецтерім ба? Мүмкін действующий, мүмкін уже карьераны бітірген боецтер. Иә, ол әрине бірінші очередь сол Хабиб деп ойлаймын. Сол Хабибтің бойын көріп, примерно сөйтіп өстік қой өзімізде. Хабиб бар, сосын жаңағы Деси бар. Сосын Сихуда ұнайды өзіме ше. Сихуда 3-ші орында. Сол тұлқаған алдында қатса кішкене. Соған жанкер болды ма? Соған жанкер болған, иә. Сихуда бар. 4-ші, так, солар деп ойлаймын, примерно. 3-ші. Все, жақсы. Енді бізде соңында блиц деген болады. Мен сұрақтарды қоям, сен жауап бересің. Дұрыс жауап жоқ. Өзіңе, который тебе ближе, соны айтасың ғой. Жеңіс нокаутпен или сабмишнмен? Нокаутпен. Сенің коронкаң қандай? Коронкам дартс. Бірақ шықпатсың ғой. UFC-да бой мейн карта или бонус за выступление? Бонус деп ойлаймын, выступление. Бонус. Инстаграмға ең танымал жазған жұлдыз кім болды? Танымал жұлдыз, білмедім оны. Боец болсын, бір актер болсын, Хазбек болсын. Көбісі жазады негізі. Бірақ ондай хат аса мән бермепті негізі. Бой мечты кіммен өткізгің келіп тұр? Бой мечты ма? Сол, примерно, за пояс на легчайшем весе. Титул үшін, иә. Енді ең соңғы және ең маңызды сұрақ, қашан үйленесің? Бұйыртса, жақсы қыз кездессе үйленіп кету керек. Осы жыл болмас, келесі жыл болма. Пока қызың жоқ. Пока анда хат сөйлестірген жоқ. Все, жақсы, рахмет. Осы біздің подкастқа қонақ болып. Енді біз осы перчатки Шингертіні вот перегруз кетті басыма. Мы дарим вот эти перчатки нашим гостям. Енді оларға бір сұрақ айту керек. Осы сұраққа дұрыс жауап берсе, біз осы Шингертіні оларға сыйлық ретінде жібереміз. Менің осы жаңағы карьерамда 5 раундтық жекпе-жегім қашан болды? Енді осы сұраққа жауап берсеңдер, дұрыс жауап берсеңдер, осы Шингертіні ұтып аласыңдар. Бірақ ең негізгі және ең маңызды шарт ол өзінің инстаграмды қасына жазуға. Өйткені мен ютубта
комментарийге жауап берген кезде көбінесе адамдар оны қарамайды, жауап жазады да, сосын болды, ұмытып кетеді. Мен сосын осы перчаткамен не істеймін? Отырамын үйде, өзім тренировка жасап. Ал Азат, рахмет үлкен қатысқаныңа. Өзімнің атынан, команданың атынан саған келешекте тек жеңістер тілеймін. Карьераң алға бассын. Рахмет. Енді UFC тек қана жеңістер. Рахмет саған. Мен айтқан келсін, рахмет сіздерге де. Шақыртыңдар. Рахмет. Жолыққанша. Сенде не класстас, по-моему, қателеспесем? Кім? Есаев Елеман. Есентаев па? Есентаев Елеман, Есентаев Елеман, иә. Қазір актер, продюсер. Актер қазір одно екі түсір. Шақырған жоқ па сені? Шақырған жоқ па актер ретінде? Актер жоқ, премьераласына шақырып тұрды тұр. Бірақ онда актер ретінде тағы бір несінде шақырған, бір эпизодтың алдында. Түсіп бересің ба деп, соны ол кезде мен қолым тимей қалмасын деп неке болды. Енді ойда бар ма? Кинода түсу, клип. Эпизодтарда бар, иә. Ондай кішкене медийнесқа жақсы ғой былайша. Өзін басқа амплуада көріп. Иә. Елдер таниды деген сияқты. Айтпақшы, менде бір мынандай сұрақ болған, бағана сұрап қойға нетіп кеттім, ұмытып кеттім. Сенде жекпе-жектен не болды ғой? Рекордта жекпе-жектен, рекордтың ішінде жекпе-жектің бойында бойлар бар, иә? Жекпе-жектен ба? Иә. Бірақ почему-то Бекзаттан оны алып кетті. Жекпе-жек дегенде андай Қазақстан ішінде, иә? Иә, осында сеткада төбелескен жекпе-жектер, олар кірді кәдімгідей. 8-угольникте шыққан жекпе-жектер, соларды салдық біз. Иә, сендер салдыңдар. И Бекзаттың рекордта да олар болды. Иә, бірақ дебюттің алдында почему-то как его, Шердок из своего этого их вычеркнул. И ол бойға шыққан кезде 11-1 деп шықты. Солай шықты ма? Иә. Естің жоқ па, неге солай неткен? Жоқ. Негізі 17-1 болып тұр ғой. Иә, 17-1 болды. И 11-1 деп шықты. Короче, оларда бір неразбериха ғой, жекпе-жектің почему-то бойларын неден рекордтан өшірді. Білмедім аз. Сұрақ көру керек пекадан өзін. Жарайды, енді не только сені бойда, онда еще кинода көрейік сені. Рахмет.